Шымкент қаласында Жібек жолы ассоциациясы карантин талаптарын бұзды. Қауымдастыққа қарасты Қамар, Алмагүл ана, Тассай, Тәлібата қайырымдылық мекемелері эпидемиологиялық ахуалға қарамастан тәлімгерлерін үйлеріне қайтармаған. Бұған қоса заңсыз діни білім бергендері әшкере болды. Үшінші мегаполистегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты қазан айының басында карантин шаралары ұзартылған болатын. Тіпті қаланың бас санитар дәрігерінің арнайы қаулысы да жарияланған. Бірақ қауымдастық сол талаптарды місе тұтпай, тәлімгерлеріне рұқсатсыз діни сабақ өткізген. Бұл факті бойынша хаттама толтырылып, іс әкімшілік сотқа жолданды. Алмагүл ана қайырымдылық мекемесінде 10 бала сонда жатып оқитын анықталды. Қамар қайырымдылық мекемесінде екінші қабатында орналасқан дәріс бөлмелерінде топталып отырып үлкен дәріс бөлмесінде 21 оқушы, екінші дәріс бөлмесінде 15 тәрбиеленушінің дәріс алып жатқандығы анықталды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ешқандай қорытынды сараптамасын алмаған және арнайы ұстаз оқытушы бекітілмеген бұл мекемелерде. Бұл қайырымдылық мекемелердің барлығы діни бірлестік мекемелер ретінде тіркелмеген әділет органдарында. Аталған мекемелер Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабының 1-1 тармағына көрсетілген заң бұзушылықтарды жасаған болып отыр.